Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі тапжылмай отырған 30 жылдық жеке билігі бүкіл елді қамтыған жаппай наразылықтарға ұласып барып аяқталды. Жүздеген адам қаза тапты. Ел жұрттың наразылығына сеп болған ең алдымен кедейшілік. Елдегі жарты халықтың айлық табысы 50 мың теңгеге де жетпейді. Елдің көтерілуіне түрткі болған мәселе де сол. Байлар мен кедейлер табысының соншалықты алшақтығы. Оны биліктің өзі де мойындауға мәжбүр болды. Основное, что мы говорим, что мы требуем. Біздің талап ететініміз солақай жемқорлыққа сүйенген жекешелендіру барысында ұрланған табиғи ресурстар мен байлықты қайтару. Әзірге жауап жоқ. Одан бөлек Қазақстаннан 100 миллиард ақш доллары шығарылды. Сол мәселе бойынша да тергеу жүргенін талап етеміз. Выведены из Казахстана за десятки лет. Международные эксперты, в частности KPMG, утверждают, что всего 162 человека владеют половиной благосостояния Казахстана. В то время как у половины населения ежемесячный доход не превышает 50 тысяч тенге. Америкалық Global Financial Integrity сараптамалық орталығының есебінше Қазақстан заңсыз ақша ағымы бойынша әлемде 18-ші орында тұр. Назарбаев әкімшілігі уәдесінде тұрмағаны және экономикалық дамуға қажет мүмкіндіктері жіберіп алғаны үшін сынға жиі ұшырап, элита сараңда жемқор саналатын. 90-шы жылдарының соңында ақ Вашингтон Таймста жеке отбасының капитализмі деген мақала жарық көрді. Мұнда Назарбаевты өте бай және республикадағы ең ықпалды, ең бай кланның басшысы деп атаған болатын. В начале 90-х, на заре нашей независимости. 90-шы жылдардың басында тәуелсіздіктің алғашқы жылдары Назарбаев екі парламентті таратып жіберді де, билікті жеке иеленіп, сізбен бізге ортақ халықтың меншігін жекешелендіруге кірісті. Ондаған жылдар бойы ондаған миллион адамның еңбегімен келген байлықты солақай, коррупциялық, жасырын схемалар арқылы Назарбаевтың өзі, оның маңындағылармен жақындары басып қалды. Назарбаев 30 жыл бойы осындай көмекшілерімен өзінің кланына сүйеніп келді. Шындығында тек елді тонаумен айналысты. Елден 100 миллиард долларды сыртқа шығарды. Қордың міндеті осы ақшаны тауып, оны Қазақстан халқына қайтаруға барынша тырысу. И задача фонда найти эти деньги, постараться максимально вернуть их народу Казахстана. Назарбаев ешбір мемлекеттік институттарға емес, тек өзінің жеке басына міндетті, отбасы мүшелері мен өзіне жақын элита мүшелері үшін рентаны бөлу жүйесін орнатты. Мемлекет ол менмін дегені. Было создано несправедливое общество, да? Общество, где Әділетсіз қоғам құрылды. Бұл қоғамда ұрлық ұлттық идея тұрғысына көтерілді. Ендігі әзір бір межеде тұрғандаймыз. Бәріміз бас қосып, өз еңбегімізбен, білімімізбен лайықты табыс таба алатын, өзіміздің әділеті, жарқын болашағымызды құрамыз ба? Әлде сол 30 жыл әрі қарай жалғасы бере ме? Сол үшін де біз өзіміздің осы қызметімізді бастадық. Назарбаевтардың корпорациясы жоғардан төмен түсетін билікке сүйенді. Рента әр мүшесінің осы сатыдағы алған орнына қарай төленеді. Назарбаевқа тым жақындардың пайдасы мол, ұпайы түгел. Қазақстанның ең құнды экономикалық активтері өз отбасы мүшелеріне, немесе президент маңындағылардың ішіндегі аса жақындарына тиесілі. За время президентства Нурсултана Назарбаева сформировалась политическая вертикаль. Нұрсұлтан Назарбаев билік құрған жылдары тек баюды ғана көздейтін билік вертикалі қалыптасты. Олар ұлтқа қатысты демография мен ғылыми танымдық мәселелерді, болмаса әлеуметтік экономикалық проблемаларды көтерген жоқ. Тек өздерінің бизнес мүдделерін ғана қорғады. Содан барып, саяси құндылықтар да, саяси элита да тозды. Сөйтті де, ол саяси элита кәдімгі бизнес элитаға айналып шыға келді. Бұлайша бұрмаланған саяси құндылықтар биліктің басқа да салаларын, сот билігін, заң шығарушы, атқарушы билікті, құқық қорғау саласын, басқа да салаларды қамтыды. Назарбаев и его окружение, они почувствовали запах денег. Назарбаев пен оның маңындағылар ақшаның иісін сезе бастады. Ондаған жүздеген миллион доллар. Бірнеше жылдан соң ол миллиардтар болады.
Олар ашық жекешелендіру өткізсе, ірі шет елдік компаниялардың кіретінін, одан өздеріне соқыр тиында пайда түспейтінін түсінді. Назарбаев отставкаға кеткен соң, Қазақстан саяси таңдауға ие болғандай күйге түскен. Ел өз болашағын өзі шешуді талап ететін сирек мүмкіндіктің пайда болғанын түсінді. 2022 жылдың 24 маусымында елге қайтару қоғамдық қоры құрылды. Оның міндеті меншікке заңсыз өтіп, елден заңсыз шығарылған активтерді іздеп тауып, елге қайтаруға ықпал жасау. Задача нас как гражданского общества, как людей, которые хотят восстановления. Азаматтық қоғам ретіндегі біздің мақсатымыз әлеуметтік әділдікті орнатып, заңсыз жекешелендіру мен жүйелік коррупцияның салдарын жою. Қазір қалай жекешелендірілгені көп күмән туғызатын ірі кәсіпорындар мен баюдың заңсыз схемаларына, капиталды сыртқа шығаруға қатысы бар адамдардың тізімін жасап шықтық. Создание данного фонда, который сегодня здесь презентуется, призвано... Бұл қор тек балама ретінде ғана емес, коррупциямен күресетін онда талпынысы болса керек. Ел жұрт өздерін тонап алғандардың басында ол байлықты қайтарып беретін күннің туғанын сезінуі керек. Основная задача не просто вернуть эти ресурсы. Қордың басты міндеті тек ресурстарды қайтарып ғана қоймай, оны адам капиталын дамыту, қытау және олардың сапалы білім алу сынды негізі мәселелерді шешуге дұрыс бағыттау болып табылады. Самой главной задачей для нашей страны является развитие человеческого капитала. Қалай жекешелендірілгені көп күмән туғызатын кәсіпорындар мен банктердің тізімі мынадай. Қазақмыс ЖШС иелері Ким Огай Новачук, Казминералс иелері Ким Огай Новачук, Евразиялық топ Қазақстан Алюминий иелері Машкевич, Шодиев, Шухрат Ибрагимов, Арселор Металл Теміртау АQ, Испат Қармет АQ иесі Лакшми Металл, Казцинк иесі Өтемұратов, Халық банк иелері Тимур Құлыбаев, Динара Құлыбаева, Жусан банк иесі Назарбаев қоры. Если брать масштабы, нужно понимать, что, допустим, тот же Кармет-комбинат, о котором вы сказали, это было одно из крупнейших вообще предприятий в мире. Егер масштабы қандай десек, мысалы, тізімдегі Кармет-комбинат әлемдегі алып кәсіпорынның бірі саналатын. Оның қаншалықты капиталданғанын, әлем экономикасында қандай орын алатынын есептесек, оған басқа да қазақстандық ресурстық ірі компанияларды қоссақ, олардың өндіріс қуатын Европадағы кейбір шағын мемлекеттермен салыстыруға болады. Мысалы, Словакия, Сербия, Хорватия, Чехия тәрізді елдер өз экономикасының көлемі жағынан, ішкі жалпы өнімі тұрғысынан Қазақстан индустриясының алыптары өндіретін өнім көлеміне жақын. Объемы ВВП, они сопоставимы в принципе с продуктами, которые производят вот эти гиганты казахстанской индустрии. Олигархтардың бұрынғы чиновниктер мен олардың отбасына тиесілі мол меншіктің қайдан келгені күмән туғызатыны шындық. Өйткені мемлекеттік қызмет барысында ақтарған қызметтері ондай орасан зор активтерді иеленуге еш мүмкіндік бермейтін. Олардың ұзын сонар тізімі мынадай: Нұрсұлтан Назарбаев, Кәрім Мәсімов, Тимур Құлыбаев, Болат Назарбаев, Динара Назарбаева, Дариға Назарбаева, Әлия Назарбаева, Самат Әбіш, Қайрат Сатыбалды, Нұрәлі Алиев, Қайрат Боранбаев, Болат Өтемұратов, Александр Машкевич, Әділбек Жақсыбеков, Бауыржан Бәйбек, Нұрлан Нығматулин, Ерлан Нығматулин, Владимир Ким, Эдуард Огай, Кеңес Рақышев, Патох Шодиев, Ғалымжан Есенов, Александр Клебанов, Шухрат Ибрагимов, Рашид Сәрсенов, Диас Сүлейменов, Данияр Абылғазин, Олег Новачук, Владимир Жуманбаев. Эти украденные богатства накапливаются годами. Бұл тоналған байлық жылдар бойы жиналып жатты. Ал қаңтар оқиғасынан кейін, менің ойымша, елдің саяси басшылығымен байланысы болғанының арқасында сондай болып қалыптасқан бұрынғы элита секем ала бастады. Бүкіл халықтың еңбегімен тұрғызылған алып кәсіпорындар 90-шы жылдары-ақ елден ұрланып, мол сомадағы қаржы қаражат сыртқа шығарыла бастаған болатын. Были фактически украдены у нашего народа предприятия, которые создавались десятилетиями трудами сотен тысяч наших сограждан.
Халық әрине қашанда жақсыдан үміттенеді. Бұл жүйенің бенефициарлары өздері жиып алғаннан зор капиталдың арқасында болашақта да жағдайлары жақсы болады деп ойлайды. Алайда қазіргі бүкіл әлемде өзгере түскен жағдай, ақпараттық технологиялар ондай артып былық капиталды пайдалануға, тығып ұстауға еш мүмкіндік бермейтін түсіну керек. Ол ақша да, оның қалай жүріп өткенінде анық көрініп тұрады. Қазір Қазақстан өтпелі кезеңде тұр. Осы тұста елге қайтару қоры мен саяси партиялар мұндай жүйені сақтап қалсақ деген пиғылды түбегейлі жойып, экономика мен қоғамның дамуын жөнге салуға бар күштерін жұмсау керек. Тіпті билікте әр жылдары Қазақстанның 85-тен 167 миллиард ақш долларына дейін сомма заңсыз шығарылған мойындай бастады. Global Financial Integrity ұйымының зерттеулері тек 2004-2013 жылдар аралығында ғана елден 167,4 миллиард доллардың шығып кеткенін көрсетеді. Я думаю, наверное, корни в том, что Менің ойымша, бұның тамыры біздің елде саяси өмірдің өзгермей қалғанында жатыр. Бүгінгі билік Назарбаев құрған жүйенің жалғасы іспеттес. Тоқаев халық үшін бір жақсылық жасасам деген түбегейлі шешім қабылдай ма, бәрі соған байланысты. Ал әзірге сол бұрынғыша жалғасып жатыр. Референдумда ештеңені өзгерткен жоқ. Қандай болсақ, сол күйі қалдық. Ал ондай өзгеріс жасамай, экономикада қандай да бір өзгеріс болады деп ойлаудың өзі артық. Өйткені саяси шешім қажет. Мына ұрлықты тоқтату керек. Олигархтардың билік құрған кезеңі аяқталуы тиіс. Оның бәрін жүзеге асыру үшін мемлекеттегі бірінші тұлғаның саяси ерік-жігері керек. без этих изменений ожидать изменений в экономике очень сложно. Элита мен бұқара халық арасындағы алшақтықтың зорая түскені, үкіметтің елмен ақылдаспай қабылдаған дарақы шешімдері ел жұрттың шыдамын тауысты, олардың ашу ызасы ашық саяси талапқа ұласты. Все абсолютно знают, что Казахстан по очень многим ресурсам входит в десятку. Қазақстан өзінің жер қойнауындағы көптеген ресурстар бойынша әлемдегі алғашқы ондыққа кіретінін елдің бәрі біледі. Соған қарамастан, жалпы ішкі өнімнің тек 30% ғана еңбек ақысы қорына жұмсалады. Міне дәл осы орташа және ең төменгі жалақы мөлшері адам даму индексі бойынша біз 50-60 орындардамыз. Ал осы екі аралықтары 40 орынды сол баяғы коррупция, сол саяси жүйе құрған экономика жеп қойған. Вы видите этот большой разрыв? Халықаралық сарапшылардың пікірінше, Қазақстан тәуелсіздік алғалы бері елден $100 миллиард ақша шет елдердегі офшорларға шығарылған. Билікте тапжылмай отырған Нұрсұлтан Назарбаев бір кездегі беймәлімде жас мемлекет әлемдегі ең жемқор елдердің қатарына қосып тынды. 12 ноября 1997 года в связи с очередной годовщиной введения национальной валюты тенге Нұрсұлтан Назарбаев посетил объекты Национального банка. 1997 жылдың 15 қарашасы, яғни теңгенің туған күні, Нұрсұлтан Назарбаев ұлттық банк нысандарын аралап шықты. Музейдегі бірінші сөреде ұлттық банк басшылығына басқа елдердің ұлттық банктері сыйлаған монеталар қойылған болатын. Түрлі елдердің өздерінің тарихи даталарына орай шығарған тиындары оған қатты ұнап қалды. Қызыға қарап жүр. Бұл шет ел банктерінің бізге сыйлағаны. Біз оны музейге тапсырамыз деп түсіндіріп жатырмыз. Назарбаев болса, мұндай монеталар менде де бар. Мағанда түрлі елдерге барғынымда сыйға тартады. Жинап жүрмін дейді. Мен айтам, Нұреке, бізге берсеңші, музейге қояйық деп. Тұсына Қазақстанның бірінші президентіне сыйлаған монеталар деп жазып қоямыз деймін. Ол маған таңдана қарады да, әрі қарай музей аралап кеттік. 1 сағаттан астам жүрдік. Мен жаңағы ұсынысым туралы ұмытып та кеткем. Бәрі бітіп, енді музейден шығайық деп жатсақ, Назарбаев маған оразалы болмайды, маған Тимур, папа, бар жақсыны балаларына қалдыру керек деген. Ренжімеңдер, мен оларды сендерге бере алмаймын, балаларыма қалдырамын дейді. Соған қарағанда оның мемлекетінің бөліп алу, өзінің жағдайын жасау деген ойы ертеден ақ қалыптасқан сыңайлы. Извините, я вам не передам музей, я их оставлю детям.
бюджет и вся экономика нуждалась тогда. Бюджетте бүкіл экономикада ол кездері жаңа адамдарға, жаңа әдістерге, рыноктық қатынастарға мұқтаж болды. Назарбаев болса оны еш керек қылмады. Оған керегі байлық, бәрін бақылауында ұстау, саяси билікті, бүкіл экономиканы өзі ғана бақылап отыруы керек деп санады. Өзі, өзінің отбасы, жақындары. Содан барып солақай жекешелендіру басталғанда, әлемде де, Қазақстанда да ешкім білмейтін, танымайтын, түгі жоқ компаниялар пайда бола кетті. Назарбаев пен басқа да биік лауазымды чиновниктердің кабинетіне қалай кірудің ебін тапқан бәз біреулердің әкелгені. Содан біз әлі күнге зардабын шегіп отырған, тек Назарбаевтың отбасына тиімді болған, ел экономикасына емес, соларға ғана пайда берген жекешелендіру басталып етті. Бірінші президенттің саяси және адами абыройы неге айрандай төгіліп, ал елдің капитализмге бастаған жолы неге соншалықты қиян кесті болып шықты? Ол туралы Қазақстан қалай тоналды жобасының келесі бөлімдерінде айтамыз.